бердік. Сіздің қайныңыз Есболсынов Айтқұл туралы не білесіз? Мен қайным туралы 1969 жылы осы үйге келін болып түскенде 11-ші класты бітіріп Ақтөбедегі медиа институтқа түсіп тұр екен. Сол спортқа қатынасқаннан бір қолын сындырып алып, содан бір жылға академический отпускқа алып отыр екен. Ол содан ауылда жүрді. Келесі жылдан бастап оқып, 7 жыл оқуын бітіріп, осы Бейнеу ауданына келіп, мына ауруханада мына өкпені тексеретін сондай мамандығын бітіріп келген, соған орналасқан. Ол кісі жақсы маман. Елдің бәрі сол кісіге келіп қаралатын еді. Түскен жаңа сеніңкілердің бәрі сол кісі оқи алатын еді. Енді Айтқұл дәрігер медицинада дәстүрлі еммен, халық емін ұштастыра қолданған дәрігер екенін білеміз. Сол туралы не айтарсыз? Ол кісі орыс емге қазақ емге бірдей болды. Қазақ орыс емді ол кісі дейтін кітап оқуды жазбайтын еді, кітап оқитын еді. Өзінің мамандығы саласында оқитын жарым, сонымен бірге ол жаңағы Сарауылдың құлағын бұрап қазақ емін соны жазғанын талай көзіммен көрдім. Талай адамдар келіп алғысында айтып кетті. Сосын мына өкпе ауруды емдейтін еді қазақша. Міне жерде осы Сарғаға келгесін көзіммен көргенім мына Марат өкпе ауруы ауырып. Содан түрлі дәрі ішіп, бұрында өзінің әкесі де сондай өкпе ауруы болып, дәрінің күшті көп ішкендігінен құлағы сасқалақ болып қалған екен. Содан бір күні әйелінің түсіне кіріп, қайным содан жаңағы күйеуіне, сен жаңағы мына бәленшеге барып қарап шешім деген түсіне кірді. Сол кісі менің қайнымды шақырып, соны шақырып алып, маған мына осындай өкпем ауырады, маған емің бар ма жасайтын дегенде, итті қолдан асырап, тамақ беріп асырап, соны иттің майын іште келмейді. Содан сен әкең құсап, сасқалақ болып айналып қалған екенсің, сен сол иттің майын ішсең, өкпең жақсы болады деген екен. Содан жазылып келіп, әлге дейін сол кісі алғысын айтып отырады әлге дейін. Сосын жаңағы Сарауыл Боткин дей ма, Сарауыл соны құлағын тартатын еді. Құлағын тартқаннан талай адамдар осы Сарғаға көшіп келгеннен кейін де талай адамдар келіп құлағын тарттырып кеткені, жазылып кеткені бар. Сосын мына қой ауруы деген болады қазақша. Ол қой ауруды күміс теңгеменен қиып жазғандарын көзіммен көрдім. Мына Қамардың баласы Мырзабек дегенде кішкентай кезінен біздің үйде жүреді. Содан жаңағы қой ауруы ғой, мына бара деп бір күні Бейнеуде жасап үйге келгенде көріп алып, соны қитығаннан жаңағы тамағын ішіп, ет алып жақсы болып жазылып кеткенін көрдім. Сосын мына Омардың Мәдина деген қызында қой ауруы болып, оны да қиған жазылып кеткенін көзіммен көрдім. Бұлай елдікі ел ғой, елдерден келіп атады үйде сондай. Сосын да мына көбейдің көп алғыс айтқанын көрдім. Аптаусқа мінейін деп тұрғанда қайда барасың деген екен, осы дәрілерді алайын деп бара жатырмын деп, біздің доғдырды Аптаусқа мінейін деп тұр екен. Содан қағазды оқыпты да жыртып тастапты. Содан жыртып тастап, енді қайтеді деп көбей жағасы айтып екен, қорықпа сен, мына берсең мына бірінші жазылып тұрған дәріні бермесең оны да бермей-ақ қой. Базарға барда сен неше 1-2 килограмм алмал да, соны шеге тығып қойып, неше күннен кейін екен білмеймін енді оны, 10 шақты күннен кейін екен, соны сол балаға күніне біреуінен, не болмаса екеуінен беріп тұр депті. Содан ол бала содан құлан таза, ол қазақша екен, ол рахит па, бір сондай басы қазандай, іші қарны да өсіп кеткен, басы қазандай болып сөйтіп өсіп кеткен бала екен. Сол жаңағы мені доғдырдың айтқан емін жасағаннан кейін алды-артына қарамай жазылып кетіп, осы өле-өлгенше мына көбейдің рахмет апырмай менің балам содан жазылды дегенді құлағыммен естідім. Енді дәрігер сізге ем жасап көрді ме? Жаңағы бір айтайын, үзіліп кетті ме? Мына тиебесі, мына Ерқат Гүлнар кетіп бара жатыр анадай жерде. Оны қалай біліп тұрған, қайдан білейін? Мына кетіп бара жатқан әйелдің жүрегін
жағында дейді. Бұл жағын қайдан біліп тұрсың дегенде біліп тұрмын ғой депті. Сосын артынан Гүлнардан сұрағанда, иә менің жүрегім оң жағында еді деп жатыр. Ебет. Сонда ол кісі біліп отыр. Қазақ әнде де орыс әнде де бірдей қолданған кісі. Мына өзінің замандас доғдырлар айтатын еді. Ол тірі болғанда жаңағы төбесінде шырағынан тұратын кісі ғой деп айтатын еді. Ол білетін. Орыс әнде де қазақ әнде де білетін еді. Сол енді. Сосын манағыдай сізге ем жасап көрді ме? маған ем жасап көрген жоқ. Мен ауырған жоқпын. Ауырмағасын үйде де болса да доғдырға да барып көрген жоқпын. Маған ем жасап көрген жоқ, бірақ жаңағы жұртқа ем жасап жатқандардың бәрін көрдім. Естігенім де бар, көргенім де бар. Сөйтеді, енді жаңағы осы ауырып жатты ғой, Жаманаудан ауырып жатқандарда жаңағы сінемкіні оқи алмай ауырып жатқанда талай кісілердің сінемкілерін оқып беріп, қасында біз күтіп қарап отқанымызда талай кісілердің сінемкілерін оқып беріп едік. Әлі кеткенше сол оқып беретін еді сол кісі. Қайныңызға ризашылығыңызды білдіре кетсеңіз? Қайныма ризамын, неге риза емеспін? Алдымнан кеше көздерің өткенде қатты сөз айтқан жоқ, көбісі мияға келіп түстім. Бәрі де ойдағыдай жақсы адамдар болды. Үйіміздің ішінде ондай айқай-шу керіс дегендер тіпті болып та көрген жоқ. Рахметімді айтамын ол кісіге. Жайып жатсын. Шүкір, 2 қыз бар. 2 қыз да кішкентайдан қолымызға келді, әйелі ауырып қалды. Содан бәрін тәрбиелеп өсіріп, өздерінің орындарын тауып отыр. Шүкір. Осы жаңағы Гүлнардан айтады, мен доғдыр боламын дейтін еді. Осы әкесі жаман аурудан өзіне емдей алмағасын, құрсын доғдыр болғанда не болады? Өзіне емдей алмады ғой деп, ол жаңағы доғдыршылықты оқымай, заң қызметкері болып оқыды ғой, оны да қызыл дипломмен бітірді ғой. Осындай керемет бізге мағлұматтар айтқаныңыз үшін рахмет. Шаршамай, ауырмай жүре беріңіз. Алтын уақытыңызды бөлгеніңізге мың алғыс. Сау болыңыз.